Қайырлы күн. Қазір дайын фото-футаждарды алып, осыны менің каналымнан әліппемен қоштасудың жасап көрсетемін. Ал сіздер енді бұл каналды ақылы түрде тіркелмеймін десеңіздер, онда өздеріңіз Pinterest сынды приложениялардан көшіріп алсаңыздар болады. Бұл каналға тіркелу 2000 теңге, доступ сіздерде мәңгілікке болады. Мінеке осында мен 2 футажды алып келдім. 2 капкатқа кіріп, новый проект деп осы 2 картинкамызды алып келіп қоямын. Бұл енді арғада видео түріне уже кетеді. Соотношение сторон деген жерден осында исходный файл танысаңыздар болады. Болмаса 1:1, немесе 16:9 деп кішкене қиып размерін келтірсеңіздер де болады. Мен осы исходный форматта қалдырдым. Кішкене жандағы рамкаларды алып, созып, өзіме керекті 1 минут керек па, 2 минут керек па, соғанға дейін созып аламын. Астында добавить текст деген кнопкамен, әліппемен қоштасуға шақыру деп жаздым. Эффектінің арасынан, шрифттардың арасынан өзімізге қазақ тілді шрифттарды алып таңдап қоямын. Бұл шрифттарды сіздер менің каналыма жазылғаныңыз үшін тегін беретін боламын. Өзімізге бір ұнайтын бір шрифтін алып келіп таңдаймыз. Мына жерден стильдің арасынан осындай эффектісін таңдап, отступ дегенге барсаңыздар, отступ па, символы деген жерден әріптердің арасын ашсаңыздар болады. Строка дегенменен ползунокты тартып, яғни сөйлем жолдардың арасын, сөйлемдердің арасын ашасыз. Менде бұл 3 жол, ал обводкаға барып, сыртындағы текст, әріптің сыртындағы обводкасын, басқа түсін таңдап алсаңыздар да болады. Керекті жеріне алып келіп қоямыз осылай. Мінеке менде әліппемен қоштасуға шақыру деген 3 жолға бөлініп тұр. Через Enter 3 жолға бөлдім. Келесі бетіне барып, біз дайын әліппенің фотосын алып келіп қоямыз. Через наложение. Астына наложение деген болады, сосын добавить наложение деген болады. И сөйтіп осылай әліппені галереямыздан алып келіп қоямыз. Ыңғайластырып, фонымызға келістіріп әкеп қойдық. И сразу астынан анимациясын берсеңіздер де артық етпейді. Ал егер керек емес, статичный осылай қатып тұрсын десеңіздер өздеріңіз білесіздер. Менде мынандай бір қыз, бір ұл бар. Қарасаңыздар артық фоны қиылмайды. Айфондарда үстін басып тұрсаңыздар өзі осылай артқы фоннан қиылады. Сөйтіп студия деген приложенияға барып, кез келген ол сізде мүмкін пикселап болу мүмкін, пиксарт болу мүмкін. И осылай прозрачный фонды таңдап алып, жаңағы үстін басып тұрасыздар да паст деген кнопканы басып, разрешить вставку десеңіздер, бағанағы копировать етілген қысыңыз қонатын болады осы жерге. И үстін басып edit дейсіздер да, adjust астындағы sharpen'ін кішкене качествосын көтересіздер. Яғни қиылған кезде бұл сапасын жоғалтады. Бұл осылай артық фонын қиюдың бір жолы. Яғни айфондарда бұл өте оңай. Үстін басып тұрасыздар, фотодан кіріп, и сразу қиылады. Ал енді через басқа приложенияда, сізде мысалы Android болса дегендей, онда сіздер через Google жасайсыздар. Ол үшін Google-ға кіресіздер де remove background деп іздейсіздер. Ол сайт ешқандай да тіркелу тағы да басқа керек емес. Remove background деп іздейсіздер, неге удалить фон онлайн деп шығады. Соның үстін басасыздар. Потом астына загрузить изображение дегенге кіріп, жаңағы галереядағы медиатека деген таңдаймыз да. Ұлымыздың фотосын алып келеміз. Мінеке готово дегенді бассақ, ол бізге какой-то бір секундтың ішінде бізге артық фон қиып береді. Соны скачать деп, біз галереяға сақтап аламыз. Сохранить в галерею деп. Енді бізде қыз да дайын, ұл да дайын. Оның барлығын қайтадан капкатқа барып, мінекенің артық фон қиылған түрі. Қайтадан капкатқа барып, добавить наложение дейміз. Мінекені добавить наложение, и артық ашқан осылай наложение, и қайтадан добавить наложение, и фотоның ішінен бағанағы артық фон қиылған қызымыз бен ұлымыздың фотосы тұрады, бірінші, екінші болып. Соны алып келіп қоямыз. Размерлерін ыңғайластырып, яғни бір көзге түрпідей тимейтіндей, әдемірек, сүйкімдірек етіп қоятын боламыз.
И қайтадан артқа барамыз да добавить наложение деп ұлымыздың фотосын алып келеміз. Оны да ыңғайластырып, осылай тартып, әдемі етіп қойып қоямыз. Енді қарасаңыздар, екеуі де бір бағытқа қарап тұр. Осылай да қойсақ болады, болмаса мен мына жерде қазір біреуін оңға, біреуін солға, қызды солға қаратқым келіп тұр. Астындағы элементтердің арасында вот изменить деген кнопка бар, и мына жерде отразить деген бар. Бірінші тұрған осы отразить деген бассаңыздар, керісінше қарайтын болады қыз, көрдіңіздер. И сөйтіп алып екеуін примерно осылай қойдым. Жақсы, әдемі көрінген сияқты. Бұларды да үстін басып тұрып, оңға қаратай тартып, керекті жеріне дейін ұзартып аламыз. Мінекей жаққа дейін ұзартып алдым. И сразу астынан анимация береміз. Мен қызды сол жақтан, ұлды сол жақтан, қызды оң жақтан келтіретін қылам. Ал егер качествосы онша емес болып тұрса, астында настроить деген кнопкамен резкостін кішкене көтерсеңіздер болады. Бағана қыздыкін біз студияда көтердік қой качествосын. Енді ұлдыкы бағана remove backgroundта сапасы жоғалады кішкене, сондықтан соның үстін басып тұрып, жаңағы резкостін көтереміз. Ал егер енді анимациясын береміз, астындағы қыздың үстін басып, астындағы анимация деген кнопканы басамыз, и скольжение влево или вправо дегенді береміз. И ұлға тоже сол анимацияны береміз. Яғни қыз оң жақтан келеді, ол сол жақтан келеді дегендей. Әліппеге де анимация бердік. Енді келесі бетіне барып, добавить текст деп, келесі текстті жазамыз. Яғни сіздерге қажетті барлық текстті жазасыз, потом шрифтін таңдайсыз. Мына жерде мен Ventura Script деген шрифтін түрін таңдадым. Жаңағыда айтқанда, егер каналға жазылсаңыздар, бұл шрифтін барлығын мен сіздерге тегін беретін боламын. Маған Instagram директке жазсаңыздар. Осылай мына жерден стильдің арасынан түсін таңдаймыз шрифтің. И бағанағыдай керекті жеріне барып тартып, и сөздердің арасын ашып қоямыз. Күнін, уақытын, барлығын дұрыстап жазамыз. Мына жерде ортасы сызылған күйі мынау сызықты таңдадым да, и бұны мен 30 градусқа бұрдым. Қолдарыңызбен осылай бұрылсаңыздар бұрылады, яғни ортадағы сызықты осылай жасай салдым. Күнін былай, и уақытын тоже жанына жазатын боламын. Добавить текст дейміз. И түзулеп уақытын жазамыз. Бұл жерде бір ыңғайсыз тұрған сияқты, и сон күнін басып, осы жына отступ деген жерінен, отступ па, короче, осылай жанынан, немесе оң жақтан, сол жақтан, немесе ортадан деген мынау вариантты таңдаймыз. И уақыты дегенді тоже үстін басып, яғни қай сөзді өзгерткіңіз келеді, соның үстін бір рет басасыз да, қайтадан сол жақтан түзуленетін түрін таңдап аламыз. Кішкене жинақы болып қалды. Енді мына жерде бір түсін өзгерткілеріңіз келіп тұрса, қайтадан үстін бір рет басасыз, стиль дегенге барасыз, мына жақтан өшіріп тастап, обычный тексттің үстін барып қызылға боясаңыздар болады. Яғни ешқандай сыртына обводка керек емес. Мына жерде әліппемен қоштасу дегенді қызыл қылып белгілеу үшін сол керекті сөзіңіздің үстін басып, скопировать етілгендей етіп белгілейсіз да. И астындағы уже текст деген тұр ғой, обводканы өшіресіздер стильдің арасында, и текст дегенде просто қызыл түсті таңдап ала салсаңыздар, өзі өзгеріп шыға келеді. Вот осылай құрметпен деп жаздық. Сіздерде мүмкін ол тойға шақырушылар. Өстіп бәрін жазып шығасыз. Жақпен кішкене орындарын реттестіресіз. Потом барлығына бөлек-бөлек анимация беріп шықсаңыздар болады. Яғни бірінші құрметпен шығады, онында мінеки печатный текст деген түрі бар. Астындағы секундынан кішкене ұзартып, қай уақытта қалай шығатын
скоростін қосасыздар. Мінекей, енді өлең таңдау үшін мүмкін сіздерде запись экрана жасалды, сол үшін извлечено дегенді басасыздар звукидің арасынан. И осылай өлеңді таңдайсыздар. Өлең ақырын басталсын десеңіздер, үстін бір рет басасыздар да. Өлеңнің үстін бір рет басасыз. И выцветание деген бар астында, соны затемнение десеңіздер, и осветление деген екі кнопка тұр. Затемнение деген алды кішкене ақырын болып, жай болып басталып, мінекей, ары қаратай уже нормально болып кетеді. Ал соңы кішкене ақырындап барып бітсін десеңіздер, онда осветление деген кнопканы барасыздар да. Мына жақ керек емес бөлігін үстін бір рет басып, и разделить деген кнопканы басасыздар да, керек емес бөлігін удалить етесіздер. И соңы ақырындап бітсін десеңіздер, мына жақтан осветленияны қосасыздар. Сонда ақырын басталып, ақырын бітетін болады. И эффекті видеоның арасынан может сіздер жерге жұлдыздар, немесе жарқырап тұрған дегендей бір эффектіні берсеңіздер болады. Статичный қатып тұрмасын десеңіздер, осы жақта өте көп эффектілер бар. Соның біреуін таңдап көңіліңізге қонғанын қоясыз. Жалпы осылай сіздер кез келген шақыру билет болсын, басқа да мероприятияларға шақыру болсын жасай аласыздар. Пайдалы болды деген ойдамын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып, лайк, комментарий жаза кетіңіз. Үлкен рахмет. Жаңағы эффектті керекті жеріңізге алып келіп қоясыз. Сонымен біздің билет дайын.